сұрайыншы, шынтақты қоюға жалпы болмайды деп айтып жатады. Жалпы Франция этикеті бойынша, ежелгі француздар, жалпы этикет деген қайдан пайда болды? Король Людовик 14-ші өзінің әйелін қорғап қалу үшін, өзі жорыққа кеткен кезде, әйеліне құрмет көрсету үшін, әсіресе ер азаматтар, өзінің жаңағы құлдары, қызмет көрсетушілері, әйелін тағына ие болып қалған кезде, әйеліне ерекше бір қамқор көрсету ретінде шығарған ережелерді, ойдан шығарған ережелерді қағаз бетіне түсіріп, оны этикет деп атаған. Сондықтан этикеттің атасы Франция болып табылады. Бүкіл мына сән әлемінің, фэшн индустрияның отаны Франция болғандықтан этикеттің де отаны сол жақтан шығады. Енді Франция этикеті бойынша десерттің кезінде шынтақты қоюға болады. Бірақ тұрмысқа шыққан әйелдерге. Егер де әйел, қыз баласы, келіншек өзінің қолын шынтағын десерттің уақытысында дастархан басына қоятын болса, онда ол тұрмыста екенін көрсете білген. Сонда бір түсінік болған. Және неге оларға рұқсат етілген? Күйеулерінің әлеуметтік деңгейін өздерінің қолдарындағы сақиналары, жүзіктері арқылы көрсеткен. Ол бірақ қолды қойған кезде дөп етіп қойып, дөп етіп алып тастамайды. Қолды шынтақты әдемілеп, нәзік етіп қойып, бірден екеуін бірге алып тастамайды. Оның да ережесі бар. Бір қолды төмен сыдырып түсіп, екінші қолды мойын сипағандай ғана алады. Майсы. Сияқты алғашқы.